Баршаға ассалаумағалейкум достар. Сіздермен спорт жаңалықтар. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Канелоның промоутері Биволды жеңетін мексикалықты атады. Америкалық промоутер Оскар де ла Хойя, ресейлік Дмитрий Бивол және америкалық Дэвид Бенавидес жекпе-жегіне қатысты болжамын айтты деп хабарлайды. Еске салайық, Бивол отандасы Артур Бетербиевпен қарымта айқас жеңіске жетіп, жартылай ауыр салмақта әлемнің абсолют чемпионы атады. Үш жақтан қыспаққа алды. Бивол бірінші белбеуден айырылуы ықтимал. Бивол мен Бенавидес бұл керемет айқас болады. Кім жеңетінін нақты айту қиын. Мен Бенавидес жеңеді деп ойлаймын, өйткені ол белсендірек. Бенавидеспен салыстырғанда көбірек соққы жасап, аяқпен қозғалады. Ол ақылдырақ және қарсыласқа икемделе алады. Иә, мен Бенавидес жеңеді деп бас тигемін деп береді промоутер сөзін. Канело ресейліктің жеңілген, ал америкалықпен шықпай жүр. Тегі мексикалық Бенавидес Саул Канело Альварес үшін басты қауіп деп атайды. Онымен айқаста бас тартып жүргендіктен көпшілік Канело одан жеңілуді қорқады деп ойлайды. Ал Оскар де ла Хойя бір кездері Канелоның промоутер болған еді. Кейін мексикалық одан кетіп, қазір оның ісін бапкерлері жүргізеді. Ал 2022 жылы мамырында Канело Биволдың жеңілген болатын. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Достар, бізде реклама жоқ. Көп адам сөйлеп тұр, сөйлей алмайсың. Ол бұл достар, мен қазақша аудитория даму үшін әрекет етіп тұрмын. Сіздерден тек қолдау, комментарий, подписация достар. Басқа ештеңе керек жоқ. Баршаға рахмет.